Адамдар ауылдағыдай бейқам өмір іздейді. Теңіздің жағасына не тауға шығып кеткісі келеді. Сен де сондай жанның рахатын сезіндіретін тыныш жерді іздейсің. Дегенмен, ойланып қарасаң, бұл дегенің ойсыздық қой. Адам әрқашан жан дүниесінде өзімен өзі бола алады. Өз жанында оңаша қала білетін адам одан артық тыныштықты еш жерден таппасын біледі. Әсіресе жан дүниесінен өліп, қараған сайын бірден қуанышқа бөленетіндей, жеңілдеп сала беретіндей, ерекше қасиеті бар адамдар үшін оңаша қалу өте маңызды. Бұл жеңілдік меніңше рухани жайлылық. Осылай оңаша қалу арқылы үнемі өзіңді жаңартып отыр. Менің 4-5 жасар ұлым бар, әкесінің еркесі. Кейде сол ұлым бетіме бетін тақап тұрып, «Сен кімсің?» деген сұрақ қояды. Мен шынымен де кәдімгідей абдырап қалам. Содан кейін іштей ой қуалап кетем. Әкемін дейін десем, әке деуге лайықты жүрсің ба деген сұрақ кеп, тығырыққа тірейді. Адаммын дейін десем, адамдық сенен садаға кетсін деп, төбемде біреу айғай салғандай болады. Мүмкін біреуге адал жар болармын. Біреу жанымда құлағымның түбінде тұрып, осы ертегіңе өзің сенесің бе? Деп сыбырлап тұрғандай болады. Содан өзімше менде де бір жақсы қасиет болу керек қой деп іздей бастаймын. Бәлкім жақсы перзент болармын. Жерден жеті қоян тапқандай бір жақсы қасиетім бар екен ау деп қуанып. Осы жасқа дейінгі ата-анамен ара қатынасымды ой илегінен ойша өткіземін де, қуанышым су сепкендей басылып қалады. Ол ойымнан да қайтып қаламын. Әлгі Аяз би ертегісі естеріңізде ме? Оның адалдығын сынамақ боп, қой бағып жүрген жеріне келіп, байдың қызы әкесінің ең жақсы көретін қойын сойып, қонақ етуін сұрайды ғой қиылып. Қыздың көңілін қимай, қойды сойғанымен байға не деп жауап айтарын білмей, қатты сасады сол кезде Аяз би. Содан жерге таяғын қадап қойып, оған өзінің бөркін, шапанын кигізіп, өзі бай, ал таяғын өзі қылып тілдеседі ғой. Әлгі менің жақсы көретін қойым көрмей ме дейді бай болып. Не ғой, кеше қойға қасқыр шауып, сол қойды жарып кетіпті дейді күмілжіп Аяз би өзі болып. Қасқыр не, келіп, сонша қойдың ішінен сол қойды көре қалып па? Деп ашулы сөйлейді бай болып. Содан не керек қалай жалтарса да, өтірік айтудың еш ыңғайын таба алмаған Аяз би сол күні-ақ байға барып, болған жайды баяндап берген екен. Менің атым Қожа фильмін көрмеген жан жоқ шығар сірә араңызда. Сол қожа айнаның алдына отырып алып, өзімен өзі сөйлеседі ғой. Айтайын дегенім, дәл сол секілді әрбір жан өзімен өзі сөйлесіп, бір уақыт ішкі жан дүниесіне саяхат жасап қойғаны артық болмаса сірә.